Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода 2-ші тоқсан бойынша географиядан бірінші жыбы жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма, А тапсырмасы атмосфера дегеніміз не? Атмосфера деген жердің ауа қабығы. Б. Атмосфера қабатында мұндай газдардан тұрады дейді. Атмосфера қабаты 78% азоттан, 21% оттегінен және 1% басқа газдардан тұрады дейді. Газдардың үлесін шеңберлік диаграмма арқылы көрсетіңіз дейді. Міне сіздерге шеңберлік диаграмма арқылы көрсеттім. 78% азот, 1% басқа газдар, 21% оттегінен. Екінші тапсырма, сызбаны толтырыңыз. А тапсырмасы атмосфера қабаттарын жазыңыз дейді. Атмосфера 5 қабаттан тұрады. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Бұл тапсырмасы суретте көрсетілген атмосфералық қабаттардың бір ерекшелігін сипаттаңыз дейді. Суретте 3 атмосфералық қабат көрсетілген: тропосфера, стратосфера, мезосфера. Тропосфера ерекшелігі: тропосферада жүріп жатқан үдерістер ауа райының, климаттың қалыптасуына, тіршіліктің және адамның іс-әрекетіне әсер етеді. Стратосфера ерекшелігі: стратосфераның ауа құрамы біршама тығыз, сондықтан да оттегінің мөлшері аз, су буы жоқ. Мезосфера ерекшелігі: мұнда температура биіктікке қарай төмендейді. Келесі С тапсырмасы озон қабатының тіршілік үшін маңыздылығын көрсетіңіз дейді. Озон ультракүлгін сәулелерден қорғайды. Ол ультракүлгін сәулелерді көп жұтады. Егер ультракүлгін сәулелер озонда ұсталып қалмай, жерге көп мөлшерде өтіп кетсе, тірі организмдерге үлкен қауіп төнеді. Д тапсырмасы адам өмір сүретін атмосфера қабатын және оның себебін анықтаңыз дейді. Адам атмосфераның тропосфера қабатында өмір сүреді. Себебі онда ауаның көп бөлігі болуында. Үшінші тапсырма: Қарағанды қаласының ауа райын бақылау кезіндегі мәліметтерді пайдалана отырып, қаңтар айының жел өрнегі графигін сызыңыз дейді. Мына жерде сіздерге қаңтар айының жел өрнегі графигін сызылды. Б тапсырмасы басым желді анықтаңыз. Басым жел солтүстік-шығыс жел. С тапсырмасы басым желдің бағыты қаңтар айындағы ауа температурасына қалай әсер ететінін сипаттаңыз. Ол қаңтар айында антициклондық ауа райын қалыптастырады. Келесі, ең соңғы 4-ші тапсырма: сурет арқылы атмосфера құбылысы сипаттаңыз. А. Суреттегі атмосфера құбылысты анықтаңыз. Суреттегі атмосфералық құбылыс боран. Б. Атмосфералық құбылыстың қалыптасу себебін атаңыз. Боранның қалыптасу себебі қардың жаууы, күшті желдің әсерінен болады. Осы атмосфералық құбылыстың зиянды әсеріне бір дәлел келтіріңіз. Боран кезінде айнала түтеп ештеңе көрінбейді, соның салдарынан көптеген жол апаттары болуы мүмкін. Д. Осы атмосфералық құбылыстан сақтанудың бір жолын ұсыныңыз. Боран кезінде қауіпсіздік шараларын ұстану, боран туралы ескертілгенде үйде болу. Осымен біздің бұл жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.